Нұрлан Жұмабай, актер, әнші. Жақында Хабар арнасының тапсырысы бойынша түсірілген Қария телехикаясында басты рөлдердің бірін сомдады. Нұрлан, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Рахмет. Қайырлы таң, Нұрлан. Таңыңызды қалай бастайсыз? Осыдан бастасақ. Енді сіздерге келердің алдында азанда тұрып, беті қолды жуып дегендей. Таңғы шайымызды ішіп, сіздерге ат терлетіп кеп қалдық. Көтеріңкі көңіл күймен. Иә, өте Ал керемет. таңғы асқа қаншалықты мән бересіз? Енді сіздер енді өнер адам болған кейін таңғы асқа кейбір жағдайда бір уақыт болмайтын шығар, әлде қалай сізде? Иә, дұрыс айтасыз. Кейбір кездерде енді шыны керек таңғы асқа кішкене уақыт табылмай жатады. Бірақ сөйткенмен енді бірақ өз басым таңғы асты жібермеуге тырысамын. Өте жақсы. Қария телехикаясына түсіпсіз. Сол туралы айтып кетсеңіз бізге. Ол жерде мен бір енді өте бір нашарлау, қазақша жалпақ тілмен айтқанда сұмырайлау адамның рөлін сомдаймын. Қарттар үйінің басшысының рөлі. Өте енді бір қатыгездеу, қулау адамның кейпі. Енді ол жерде кастинг болды ма, қалай өттіңіздер? Иә, ол жерде міндетті түрде ондай жобаларға кастинг болады алдымен. Кастингпен өттім, режиссер өзімен таңдады. Осы рөлға сіз лайықсыз, дұрыс келесі деп. Мына актерлармен жұмыс істейтін өзі бір мамандар бар. Солар шақырды, келіп кетіңіз, видео проба жасап кетіңіз, сізді көрейік деп. Сосын барып жасадым. Көп ұзамай 1-2 күннің ішінде өздері хабарласып, сол рөлға шақырды. Рөл өзіңіздің ойыңыздан шықты ма, көңіліңізден шықты ма? Енді онда шықты шықпады деп айта алмаймын, шыны керек. Сіздің бар талантыңызды ашалды ма? Иә. Бірақ енді сырт көзі деген сыншы дейді, бірақ дегенмен өзіңіз қарап былай. Бұның бәрін, бұл сұрақтардың бәрін енді көрерменге қою керек деп ойлаймын. Неге десеңіз, көрермен ғой, бағаны беретін де, көтеретін де, түсіретін негізі мына өзіміздің көрермен. Енді бір әттең-ай деген тұстары болды ма деген. Енді әттең-айсыз осылай ойналым керек еді деген. Негізі әттең-айсыз болмайды. Өзім өте қатты сын көзбен қарайтын адаммын өз-өзіме, шынымды айтсам. Әттең-ай сәттері әрқашанда болып тұрады, көпте негізі. Жағымсыз кейіпкердің образын бірінші рет сомдадыңыз ба? Жоқ, негізі бірінші рет емес. Бұл бір 3-ші рет ау деймін, қателеспесем. Тек қана жағымсыз рөлдерде ойнайсыз сонда, иә, Нұрлан? Жоқ, жағымды да бар арасында. Өте жақсы. Мынау актерліктен бөлек өзіңіздің тағы да әншілік қырыңыздан да танытып үлгеріпсіз. Жақында ғана сол жұмыс бойынша атқарып жатыр екенсіз. Жұмыстарды толығырақ айта кетсеңіз. Иә. Негізі 10 жылдан астам өзім мына актерлық мамандықты бітіріп келгенде 2001 жылда ол кезде енді өкінішке орай Қазақстан киносы онша енді дамып жатқан түрі болатын, шыны керек. Сосын 10 жылдан астам көптеген осы қаланың түнгі клубтар дейді, түнгі мынандай ресторан, кафе дейді. Сол жерде өзім 10 жылдан астам өлең айтқам, әнші болып, жүргізуші болып істегем. Бірақ көкейде әрқашанда ішімде жүретін. Осы бұйыртса сахнаға шықсам, профессионалдық тұрғыда осы әншілікті де қатар алып жүрсем, актерлық мамандықтан бөлек, иә. Түсінікті. Қоржыныңызда қанша ән бар? Аллаға шүкір, қазір енді 4 ән жазылып жатыр. Бірінші әнді кеше ғана Хабар арнасынан Қызықтаймыз бағдарламасынан тұсауын кесіп түсіп қайтқан жайымыз бар. Енді сіздің стиліңізді білейікші, жалпы ән айту мәнеріңіз, сіздің сонда басқалардан ерекшеленетін тұстарыңыз қандай? Енді өзім шынымды айтсам лирикалық әндерге, иә, бағытқа көп жақсы көретін әншімін. Бірақ енді Қазақстан эстрадасында жай ғана лирикамен қиындау болады. Сондықтан кішкене ырғақты әндер де керек, той әндер де керек демекші, оның жасыратын ештеңе жоқ. Сондықтан сол стильдегі жұмыс істеп жатырмыз, лирикамен ырғақты әндерді жазып. Енді ән таңдау барысында продюсеріңізбен бірге ақылдасасыздар ма, әлде жеке өзіңіз таңдап жасай бересіз? Жоқ, міндетті түрде продюсер мырза ол әрқашанда материалды табатын сол кісі. Бірге отырып, сөйлесіп, ақылдасып, пішіп дегендей, сөйтіп бір неге келеміз, бір ортақ ойға келеміз. Түсінікті. Бейнебаян түсіретін ойыңыз бар ма? Иә, Құдай қаласа осы жақын арада бейнебаянға кірісіп жатырмыз, түсірейін деп жатырмыз. Қазір сол дайындық үстіндеміз. Енді менің ойымша бейнебаян қажет сияқты қазіргі таңда, иә? Онсыз енді, иә. Ал енді актер ретінде алдағы уақытта тағы басқа да жобаларда өзіңізді көріп қаламыз ба, әлде тек осы Қариямен шектеліп қаламыз ба? Бұйыртса көре жатарсыздар деп үміттенемін. Неге десеңіздер, қазір өте көп
нелер ұсыныстар түсіп иә жатыр. көп ұсыныстар түсіп жатыр, басқа тележобалардан да. Алла қаласа өздеріңіз көзайым болып көресіздер деген үміттемін. Жалпы сіздің жүрегіңізге актерлық жақын ба, әлде әншілік жақын ба? Осы сұрақты шынымды айтсам көп жерде қояды. Ауыр емес Қайсысын деген таңдайсыз, иә, қайсысын таңдайсыз, мына жақты ма, мына жақты ма. Енді ауырлық ешқандай түгі жоқ, шыны керек, ол адамның өзіне байланысты. Өзіңе сенетін енді болсаң. қайсы жақын сізге? Екеуі де деп айтайыншы. Шыны керек, күлкілі болса да, бірақ екеуі де. Енді мамандығыңыз актер. Мамандығым актер, иә. Бірақ енді шынымды айтсам екі жақты да қимаймын. Екі жаққа да көңіл бөлгім келеді, сондықтан екеуі де қымбат. Екі кеменің басын ұстаған солай жүреді деп жатады. Меніңше 8 қырлы бір сырлы жігіт. Қазақ азаматы болғаннан кейін сондай болу керек. Ал енді Нұрлан, бүгін бағдарламамызға келіп жақсы сұхбат бергеніңізге рахмет. Өзіңізге творчестволық табыс тілейміз. Енді әлі де болса көрерменнің көзайымына айналатын тағы да бір тың жобаларда өзіңізді көріп қаламын деген үміттеміз. Енді өзіңізден таңғы тілек сұрасақ көрермендеріңізге. Мәрхабат. Ал енді құрметті көрермен, құрметті қазақстандықтар, әр атқан таңдарыңыз әрқашанда қызыққа толы болсын, бақытқа толы болсын. Еліміз тыныш, жеріміз аман болсын. Әрқашанда осындай бейбіт өмірде, керемет күндерде кездескенше.